тұрмыз, Ақтөре мырза, сізді білмеймін, біз өте қатты қуанып тұрмыз. Қалай қуанып тұрсыздар, айтыңыздаршы. Тура осылай қуанып отырмыз ғой, Ақтөре. Сіз де қуанып отырсыз сияқтысыз, е? Жақсы ма барлығы? Иә. Қайырлы күн, Диана. Қайырлы күн. Мен де Альмира ханымды құттықтап кетейін. Әрине. Альмира ханым, туылған күніңізбен екі дүние бақытын тілеймін. Жұбайыңыз екеуіңіз әрқашанда өмірлеріңіз тек қана қуанышқа толы болып, жаңағы айтып жатқан, өмірге пландап жатқан 9 баланың анасы болуыңызға тілектеспін. Алла қаласа. Және де бүгін Ақтөренің анасының туған күні ғой, құттықтап кетейін. Ақтөренің анасының? Иә. Ақтөре неге үнсіз отыр? Жұмка тәтенің туған күні мене? Иә, Диана ханым, мен бүгін ортаға шығамын ғой, жаңа сіздер анау маусым қатысушысына деп негізі сол кезде өзім дайындағаным бар. Қазір асықпай құттықтаймын. Рахмет, барлықтары құттықтап жатыр. Қазір күте тұрыңыздар. Иә, мен де қабылдабасын, үміткер қабылдабасын. Мешайт етпей тұра тұрайық. Иә, тәте, туылған күніңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сізге де айтам ғой, аға екеуіңізге Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Бала шағаларыңыздың тек қана қызығын көріңіздер, ешқашан сіздерді жылатпасын, жүректеріңізді ауыртпасын деген келеді. Керемет. Біз де шын жүректен құттықтаймыз Ақтөренің анасын. Ең бастысы ауырмаңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Ал студияда Меруертті таңдап келген үміткер, келіңіз. Иә, аз қалды, шығып қала жаздады. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Тұрайық па, отырайық па? Отырайық. Есіміңіз? Нұрғазы болады. Нұрғазы. Иә. Нұрғазы мырза, жасыңызды сұрасақ? Жасым 25-те. 25-те. Бүгін айқай 25-тердің күні қай жақтан боласыз? Алматы қаласынан Есік қаласында тұрамын. Есік қаласынан. Кеше ғана Есік қаласына жалын сәлем жолдаған едік. Өзіңіз жайлы айтсаңыз, қай салада жұмыс істейсіз, қандай қызметте? Негізінде мен доставкада жұмыс жасаймын өзім. Жеткізу. Жеткізу саласында жұмыс жасаймын. Бұрын соңды отбасылы болдыңыз ба? Жоқ, бойдақ. Бойдақсыз. Таңдауыңыз неге Меруерт? Бұрын соңды байқап жүргем негізінде. Меруертті байқап жүргем Инстаграмнан. Ақтөремен отношение болған соң. Жалпы Ақтөремен отношение тоқтаған соң. Келдім. Иә, келіп отырмын, соған белі болдым. Ал нақты сізге мінезі ұнады ма, сыртқы келбеті ұнады ма, ер азаматты сыйлағаны ұнады ма? Жоқ, негізінде мінез жағынан ұнады маған. Мінез жағынан, көбінесе. Түсінікті. Нұрғазы. Нұрғазы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен таңдап келгеніңіз үшін рахмет. Алғашқы сұрағым, ата-анаңыз біледі ме осы жерге келгеніңізді? Негізінде жоқ, білмейді ата-ананы. Білмейді. Иә. Жалпы негізі өмірде ата-ананың сол айтқанымен жүріс па, әлде ол кісілердің ақылын тыңдайсыз, бірақ соңғы шешім өзіңізден болады ма? Соңғы шешім өзімнен болады. Жоғарғы оқу орнын оқығансыз ба? Мамандығыңыз негізі қандай? Негізі жоқ. Менде мамандық іс қағаздары. Іс қағаз. Делопроизводитель және архивное ведение. Үйіңізде неше ағайындысыз және толыққанды отбасынан шыққансыз ба? Үйімде негізінде 5 ағайындымыз. Ата-анаңыз бар, иә? Қалай айтсам болады, негізінде 5 ағайынды болғанда тағы да менен бір інім бар, менен. Менен кейін тағы да бір інім бар. Сізден кейін тағы да бір ініңіз? Екінші анам бар менің. Меруерт, мен сізден сұрамаппын ғой, айтпақшы, сіз негізі дайынсыз ба үміткер қабылдауға? Диана ханым, негізінде мен қазір я десем де өтірік болады, жоқ десем де өтірік болады. Сол үшін сұрамай қойыңыз дейсіз ғой? Жоқ, расымен де ол енді өмір болғаннан кейін алға қарай жүру керек деп ойлаймын. Дұрыс. Және енді егер де Меруерттің тарапынан қазір бір көптеген сұрақтар қойылмай қалса, сіз ренжімеңіз, өйткені біраз үміткер қабылдамады, кішкене ұмытып қалды дегендей. Жалпы сіздің өзіңіздің маған қойғыңыз келетін сұрақтарыңыз бар ма? Қалай дейсіз? Маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сізге қоятын сұрағым жоқ негізінде. Диана ханым, Нұрғазы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге мынандай сұрақты, енді ең басты сұрақ шығар, өткен арақатынасыңыз жайлы айта кетсеңіз, болды ма және қашан тоқтады, не себепті? Өткен арақатынас 3 жыл бұрын тоқтады. 3 жыл бұрын. Неге өттіңіз? 22 жаста тоқтады, одан кейін өзіне ғашық қылдыратын қыз жолықпады ма, әлде сіз ғашық болмадыңыз ба?
Қызға деген сенім тоқтады менде. Көңіл қалды. Иә, көңілім қалды. Демек, ол ара қатынаста қыздың тарапынан бір сізге деген құрмет, сыйластық аз болды. Иә. Жалпы өзіңіз мінезіңізді сипаттап бере аласыз ба, қандай адамсыз? Ну, жалпы негізінде мінезім ашықтау адаммын. Ашық. Иә. Көрініп тұр негізі. Бір заман ағымына сай жүретін жігіттердің бірі сияқтысыз, Иә, жалпы негізінде, Оны шымылдық ашылғаннан кейін өзіңіз ақ түсінесіз. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Қосылайық жобасы жарнамадан оралдық. Ортада Нұрғазы мырза Меруертті таңдап келген еді. Ал кезекті таңба бізде, Мерейдің қолында. Мерей дейді. Ашуланба Шақтөре дейді. Так, сұрақ жоқ айтып жатыр ғой, 5 ағайындымын деп, сіз нешіншісіз? Қалсам 5-ші, жоқ, 4-шісім негізінде. 4 немесе 5 дейсіз ғой. Жоқ, жалпы негізінде айтқым келгені, менің 2-ші анам бар деп отырмын ғой. 2-ші анамда тағы да бір інім бар. Өйткені негізінде на самом деле 5 емес, 6-аумыз. 6-аусыздар. Негізінде 6. Санжар? Диана ханым? Сөзі қалып қалды ғой, жүйті деп қалыпты. Мен ба? Айдана. Диана ханым, кешіріңізші, мына жерде Нұрғазы қобалжып жатыр, 4-ші ме, 5-ші ме, енді оған да менің ойымша себеп бар. Өйткені мына жақта енді Меруерт, мен сені өте қатты жақсы көремін, бірақ та сенің қазір үміткер қабылдап отқан көңіл күйің де, түрің де, қойып отқан сұрақтарың да ешнәрсе маған ұнап отқан жоқ. Өйткені действительно, қалай айтсам болады? Ешқандай көңілің жоқ, және сен сұраққа да былай жауап беріп жатсың, я десем де өтірік болады, жоқ десем де өтірік болады. Үміткер қабылдай аламын ба, жоқ па дегендей. Сен үміткер қабылдауға қазір дайын болып отырған жоқсың. Бірақ менің ойымша ол өте дұрыс емес. Мына жақта кереметтей жігіт келіп тұр, сен қазір көресің, барлығы да жақсы болады. Но неужели сен Ақтөрені ұмыта алмадың? Менің ойымша уже өткенде қалдыру керек, сондай бір кереметтей нүктесін қойған едің. Енді 2 күн бойы вроде көңіл күйің сондай бір көтеріңкі болып жүр, өзіңмен өзің жайнап құлпырып жүрсің да, именно үміткер келген кезде солып қалады екенсің. Айдана, өте дұрыс айтып жатсың. Просто барлық нәрсеге уақыт емші ғой, ары қарай бұл келіп жатқан үміткердің қолында деп ойлаймын. Менің бар назарымды өзіне қарай аударып алу. Санжар мырза. Қош келдің. Және жағы доставкада жұмыс істеймін деп жатырсың ғой, одан бөлек немен айналысасың? Өйткені бізде Меруерт өзі жан жақты қызда, осы эфирдан кейін шығады, ары қарай жұмыс істейді, енді барлығына үлгереді. Сол үшін жағы сізден де сұрайын дегенім ғой. Немен айналысасыз жұмыстан бөлік? Жұмыстан бөлік только доставка ғана менде. 2 жұмыс істеймін. 2 доставкада жұмыс істеймін. Жоқ, хобби жағын сұрап жатқандай. Хобби би ғана. Би? Бишісіз ба? Ал би дегеніңіз кәсіби түрде немесе әуесқой жай ғана? Әуесқой ғана, жай ғана. Қандай жанр? Бидің қай түрі? Заманауи? Заманауи, иә. Түсінікті. Асеке? Ассалаумағалейкум, Нұрғазы мырза. Уағалейкум ассалам. Сіз негізі эфирді көріп жүрген болсаңыз, Меруерт ханымның бір емес 2 жігітпен жүрді өмірінде. Ол екеуі де спорт жағынан да. Түсініңіз ғой, өзіңіз спорт жағына қалай? Биде жалпы негізі спортпен жасады негізінде. Биде спорт дейді, би мен спортты шатыстырып жатсыз? Жоқ, неге? Өйткені ол жалға ол жерде физикалық жағынан, түсініп отыр. Қимыл жағынан болады сенде әрекет. Осы орайда тағы енді Меруерт өзің жаңағы бір әңгіме шықты ғой, осы жерде маған спортпен айналысатын жігіттерді ұнайды, мен армандаймын, болашақ жарым менің спортшы болуды деп. Енді Ақтөремен болмай қойғаннан кейін ойың айнып кеткен жоқ па? Қой, рахмет, мен спортшы жігіттермен енді жүрмеймін деген. Әлде кішкене басқаша болды ма? Жоқ, негізінде былай, ол сөзді өткенде Асеке айтып қалған болатын, Меруерт спортсмен жігітке күйеуге шыққысы келеді екен деген сияқты. Негізі менде всю жизнь мынандай болды да, мен өмірім спортпен байланысты болғаннан кейін, бала кезімнен бастап, мен наоборот айтатынмын, менің жұбайым спортшы болмаса екен дейтінмін. Бірақ телосы женесі жаңағы қалай салауатты өмір салтын ұстанатын адамдар болады ғой, профессионалды түрде емес. Өзіне қарайтын. Иә, өйткені айтады, спорт либо лечит, либо калечит дейді. Профессионалды түрде спортпен айналысқан адамдармен өмір сүруде ол өте қиын. Спортсменмен өнер адамның жары болу ол өте қиын, оған үлкен сабыр керек деп айтып. Мысалы, кей спорт саласының адамдары үйленгеннен кейін өздерінің келіншектерін алады да, ауылға апарып қояды да, өздері қалада өмір сүреді деген сияқты ғой. Енді ондай жоқ емес, бар, мысалы.
ары қарай жүре береді, өзінің бір бойдақтық өмірін жалғастырғысы келеді деген сияқты. Ал келіншегі ата-анасына қызмет етуге өте қолайлы дегендей ғой. Енді Ақтөре неге маған олай қарап отырсыз? Мен сізді айтып отырған жоқпын ғой. Иә, Мерей, мен басқа адамдарды айтып отырмын. Қайырлы күн, Диана ханым. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге 2 сұрақ қояйын деп едім. Бірінші сұрақ, негізі айтып жатсыз ғой, енді менің артынан ерген інім бар дегендей. Енді Меруерт сіздің ата-анаңызбен тұру керек па, тұру керек болса да бірінші уақыт қана ма, или мәңгілік па дегендей. Және екінші сұрақ, келешекте өзіңіздің өміріңізді, енді өзіңіздің мамандығыңызды, жұмысыңызды ауыстырғыңыз келеді ма, немесе қазіргі жеткізу, білмеймін енді, сол план болып тұр ма дегендей сұрақ қой. Жалпы негізінде сіздің бірінші сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Бұл жаңағы ата-анамен бірге тұру, уақытша ғана. Негізінде қалада тұрамын өзім. Ал екінші жағынан сұрағыңызға жауап бере кетейін. Негізінде ойым бар, мамандық бойынша жұмыс істеуге. Бұл уақытша ғана жұмыс менде. Мамандық бойынша. Иә. Диана ханым, мен айтып кетейін. Мөлдір. Енді Меруерт алдында танысып тоқтатты ғой. Енді мына жерде үміткер күтуге дайынмын деп құлпырып сөйтіп жайнап жүрді да, отырды да, сразу Ақтөренің анасын құттықтап жатырды. Хотя Ақтөре дымда деп айтқан жоқ анасы туралы. Бұл жерде бұл нені білдіреді деймін да. Мен, например, Ақтөре менің дәл алдымда отырды. Бүкіл действиесі, бүкіл сөйлеген сөз прям нервничать етіп, мына жерде кішкене үміткерге ала көзбен қарап, мына жерде нучонға ұрсып, екеуі бір-бірін жақсы көреді да, бірақ не үшін, неге бұлай жасап жатырсыздар? Негізі анасын құттықтап кеткенім, өйткені осы уақытқа дейін бұл кісінің анасы менің сөзімді сөйлеп, мені қолдап келді ғой. Менің жүрегім ауырса, ол кісілердің жүрегі ауырып, менімен қосылып деген сияқты, наоборот, Ақтөреге ұрсып. Сол себепті де мен енді стористан көрдім, біліп тұрып құттықтамағаным, бұл да бір әдепсіздік деп ойладым да, сонымен шын жүрегіммен құттықтағым келді. Иә, рахмет. Ассалаумағалейкум бауырым. Уағалейкум ассалам. Мен саған ала көзбен қарадым ба не? Жоқ. Мен ала көзбен қараған жоқпын. Иә, күшті, иә. Нормально қарап отырмын ғой. Бұл. Негізінде. Баршаңызға қайырлы күн. Қайырлы күн. Нұрғазы, қош келдіңіз. Енді Меруертке де біз қазір бұндай өзін ұстап отқанына біз кінә арта алмаймыз. Өйткені ол айырылысқанына, жақсы көрген адаммен айырылысқанына 2-3 күн болды ғой. Это нормально деймін, ойлаймын да. Поэтому енді уақыт өтеді, бәрі жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Тек қана сенің мойыма, бірақ бұл состояние біз түсінеміз. Басқа мен бұл состояние Меруерттің жақсы түсінемін. Нұрғазы, саған сізге Нұрғазы қайдана жиі сұрақ қойып кетті. Жоқ, Диана ханым, жай ғана енді Нұрғазы, сіздің лақап-атыңыз А әрпінен басталмай ма? Жоқ. Жоқ. Диана ханым, Нұрғазы, сіз енді келіп тұрсыз ғой. Білесіз, Меруерттің арақатынасы енді ғана тоқтады. Кей жағдайда арақатынасы тоқтаған кезде келесі бір ер азаматқа бір привзятое отношение деген болады да, адам деген өткен жаңағы арақатынастан түйгенін кішкене примерять етеді да өзінің новый партнерына. Сіз соған дайын болып келдіңіз ба? Иә. Толықтай. Қайырлы күн, Диана ханым. Қайырлы күн. Енді біз Меруерттің де Ақтөренің де реакцияларына қарап, енді қолдау бар алтынның қадірі жоқ деген сияқты мақал есіңе түседі екен да. Бірақ Меруерт енді уақыт емші, уақыт өте келе барлығы өз орнына келеді деп ойлаймын сенің ойыңда. Енді незаменимых нет дейді ғой, сол себепті адамның орнына адам басады. Нұрғазы, қош келдің. Қош көрдік. Саған сұрақ, жоғарғы оқу орнын бітіргенсің ба, мамандығың қандай? Айтып кеттім ғой. Средний специальный мамандық. Диана ханым, сұрақ қойып кетейін. Нона ханым. Жаңа айтып отырсың ғой, бір-бірін жақсы көреді, или қолда барда алтын қадірі жоқ деп. Жоқ, ондай емес сияқты, қайта екеуі бір-бірінен арақатынастары тоқтағанға, бір екеуі де екі жақтан жеңілдеп қуанып жүрген сияқтысыңдар да. Ондай бір екеуіңнен де бір особо осы мұңайып, осы жерде жылап, Меруерт, сен де жақсы болып жүрсің да, негізі. Ақтөре тіпті алдында қайта сенің қасыңда жүрген кезінде бір серьезный болып жүрген сияқты. Кешеден бастап бұның эфирде жаны кірді. Әрқайсымызға тиісіп, тым жақсы тиісуін қойып еді бірнеше уақыт. Қайтадан басталды, иә. Бірақ енді мен Ақтөре жағынан түк айта алмаймын, ал қыздар негізі Меруерт сізге қатысты емес, жалпы қандай да бір арақатынасты тоқтатқаннан кейін әдейі күшті болып жүреді. Негізінде қыздар келіседі деп ойлаймын. Міне, мен қайғырып жүрген жоқпын, мен өте мықты тұлғамын, мен лидермін, көр, міне қара, мен құлпырып кеттім деген сияқты да бір стратегия болып қалуы мүмкін негізінде. Сондай болып жүрсің да, Меруерт, енді қазір үміткер келіп ортаға шыққан кезінде, прямо қалай кешеден бері құлпырып күшті бәрібір болып көрсетіп жүрдің, ал қазір мына жерге ортаға келіп, өзіңді өзің көрсетпеймін десең де, сен үміткерге ешқандай желаниең жоқ екенін көрсетіп отырсың да. Сол үшін кішкене тіріліп, мына жақта бәріміз сенен сұрақ болмағаннан кейін сұрақты мына жақта қатысушылар қойып жатыр. Сенен ешқандай қызығушылық көріп тұрған жоқпын. Сол үшін кішкене тіріл деген нәрсені саған айтқым келіп тұр.
Жалпы негізі Диана ханым айтып жатқан сөзінің жаны бар, бірақ одан бөлек өткенде біз ара қатынасты тоқтатқан кезде айттым ғой, мен соңғы 2 апта ұйқымда дұрыс болған жоқ, жүрегімде ауырып жүрді дедім ғой. Мен вот ара қатынас тоқтағаннан кейінгі депрессия болады ғой любой адамда, сол нәрсені мен сол кезде жүрген кезде өтіп қойдым да, ал қазір менде қатты ондай бір ауыртпашылық жоқ. Ең бастысы адамды ұмытуға тырысып жатырмын дегім келеді. Бәрі жетпей жаралғандықтан. Ассалаумағалейкум, Нұрғазы, қош келдің. Жалпы негізі бірінші сұрағым, әскерде болдың ба? Жоқ. Болған жоқсың да. Екінші сұрағым, жалпы негізі ара қатынаста қыздан нені көп талап етесің жалпы ара қатынаста? Бір-біріне сенім дегенді. Сенімді? Иә. Сенім жақсы жауап па, Асылбек мырза? Диана ханым, жаңа есіме түсіп кетті да, сіз айтып жатырсыз ғой, енді ара қатынас тоқтаған кезде көбінесе қыздар андай бір құлпырып, менде барлығы жақсы дегенде, еще помните, бір картинка болып еді ғой, ара қатынас тоқтайды, ең басында қыз жылайды, сондай бір қиналады, ер азамат өзімен өзі сондай бір көңіл күйі керемет болып жүреді да, сосын 2 апта өткеннен кейін қыз құлпыра бастайды да, өзі бір жаңа өмірге қадам басып. Ал ер азамат деген жаңағы тура, ойбай, мен кімді жоғалтып алдым деген бір ой түйеді да, сондықтан да Ақтөре, сен сондай болады деп қорықпайсың ба? Ақтөреде ол процесс басталып кеткен жоқ па? Жоқ, Диана ханым, бұл өмір ғой, өмір болғанын көре бересің, жібере білу керек. Біздің жүрек жібереді енді. Сен негізі ұстадың ба негізі? Жіберу керек болғанда, ол кезде адамға деген сезім болған кезде, сенде сезім болды ма? Ұстағаннан кейін жүрдік қой жерде танысып, Диана ханым. Енді болды, болмады енді, не істеймін? Дұрыс па? Не істейсіз? Қыз құлпырсын, қыз бақытты болсын. Қыздар жыламасыншы, Диана ханым. Қыздар жылағаннан қорқамын мен. Және қыздарды жігіттер жылатпасын, иә? Қыздарды жігіттер жылатпаңдар. Иә, Данияр мырза деп қоясын арасында. Диана ханым. Жоқ, Ақтөрегеттен тез жіберіп қояды екенсің да сен. Жоқ, былай ғой негізінде, Айдана дұрыс айтады негізі. Басында қыздар өзі психология бойынша, не бойынша жаңағы таныстық ара қатынас тоқтаған кезде, сіз айтып отырсыз ғой, Диана ханым, жаңағыдай қыз өзін мықты қылып санап не қылады деп. Иә, ол дұрыс негізі қыздың тарапынан. Өйткені ғашық болып жүріп, ара қатынас тоқтағаннан оңай емес. Бағаламаған адамның жазасын сөйтіп беру керек те, ол жерде жазасын беріп, ары қарай өзі басқа нәрселермен, бұл қыз деген гүл ғой, нәзік. Басқа бір күшті нәрселермен өзі сусындап, қайтадан гүлдеп шыға келеді өзі. Саған жақсы жігіт келіп отыр деймін, Алла қаласа, енді сәл кішкене бағанан бері айтып отыр ғой барлығы. Үміткер қабылдаған ұнамай отыр деп түсініп отыр ме? Бұндай ситуация біздің де басынан өткен ара қатынас тоқтаған кезде. Осы отырған әрқайсыларыңыздың бастарыңыздан өткен шығар бұл. Үміткер келген кезде ол как-то бір неудобный положениеде тұрасың да сен, одан шыға алмайсың бәрі, бірден шығып кете алмайды адам. Енді қазір Алла қаласа шымылдық ашылғаннан кейін мүмкін көңіл орнына түсетін шығар. Зухра ханым? Менің ойымша бір студияда жүр ғой, Ақтөреде, Меруертте. Кешірім сұраймын, Нұрғазы мырза. Жаңағы сіздің ара қатынасыңыз, сіз былай айтып жатқаныма енді. Екеуі де бір студияда жүргеннен кейін, менің ойымша әлі Меруерт осы эфирда тоқтатқанымен жүрегімен әлі жібермеген сияқты. Әлі бір оралып келе ма, бір керекті сөздерді айтып, өзінің жүрегін қайттан жаулап ала ма деп күтіп жүрген сияқты. Бірақ та мен негізі былай ойлағам, егер Ақтөреде действительно сол кезде бір кішкене сезім болса, бір кішігірім бір әрекеттер жасай ма деп білмеймін енді. Бәлкім осы саған бәрібір ма? Диана ханым, мен айтайын. Бір жағынан қарасам, көздері мұңай бәрібір емес сияқты. Бір жағынан қарасам, сөздері бір уверен айтады, жоқ, екеуміздің де тоқтатқанымыз дұрыс деп. Білмеймін енді бұл оқиғаның, бұл жаңағы ненің отношенияның аяғы неге алып келетінін, бірақ та Меруертте әлі жібермеген екен біліп тұрмын. Бірақ та действительно Меруерттің өзі айтқаны дұрыс, әр адамның орнын екінші адам басады. Ақтөре жіберіп қойды деп ойламайсыз ба? Сөздеріне қарасам солай ойлаймын, бірақ көздеріне қарасам, көздері мынандай. Жоқ, Диана ханым, көздері алдай беретін сияқты Ақтөре. Негізі құрметті қатысушылар, енді үміткер болған жандар түсінетін шығар, үміткердің көзінше олай біздің ара қатынасты өтіп кеткен, біткен, және де жараның бетін қайта тырналамай қойсаңыздар болады. Көзі ма, бұл көз не демейді, жүрек не демейді деген сияқты, сол үшін бір сыйластық танытсақ. Бұл. Диана ханым, Ақтөре дегенде қазір Ақтөреге де бәріміз жабылмай ақ қойық. Бұл жерде Ақтөре бір Меруертті тастап, жылатып кеткен сияқты айтып жатырық та. Олай болған жоқ, мысалы ше. Екеуі екі жақтан шешім қабылдап, екі жаққа кетті, сондықтан қыздың да абыройын түсірмей ақ қойық осы жерде отырып. Индира ханым. Қайырлы күн, барлықтарыңызға қош келдіңіз, Нұрғазы. Қош көрдік. Мен айтқым келетін Меруертке. Меруерт негізі сен былай өмірде болмысың тез бауыр басып қалатын адамдардың қатарына кіреді екенсің, байқадым. Бір адамға бауыр басқан соншалық бар жан дүниеңмен бүкіл неңді береді екенсің да.
бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын Меруерт. Өйткені оның арты өзің көріп отырсың. Мен білем, Ақтөреге дейінгі де сенің махаббатың менің махаббаттарыма ұқсайды екен, өмірде өтіп кеткен нәрселерді. Сол үшін мен ойлаймын да, Меруертке қазір міне әп-әдемі бойшаң ер азамат келіп отыр. Хотя бы қатты бауыр баспасаң да, кішкене өзіңді жоқ, Ақтөре ренжіме енді. Неғып жатқан жоқпын, ол кісіні түсіріп жатқан жоқпын. Енді ер азаматтың шынымен қалай бар болмысын айтып жатқаным ғой енді. Қатты бауыр басаң екен деймін. Бірақ сен негізі расымен махаббатқа лайықты жанның бірісің. Диана ханым айтып кетсем бола ма? Ізбасар мырза айтасыз ғой, бірақ жарнамадан кейін, жарнамадан соң шымылдығы ашылып, бойшаң жігітті көрген Меруерттің реакциясын барлығымыз бірге тамашалаймыз. Қосылайық жобасы, Абылай мырзамен оралдық. Мына жақта бір кәдімгідей қыздың артынан келетін қыз жасауы келген сияқты студияға. Бұл сыйлықтар біздің тұрақты көрерменнен Сымбат ханымнан біздің Ақтөреге. Ақтөреге? Ақтөренің мамасына. Мамасына бұл. Екі сыйлық Ақтөренің мамасына, ал мына қара пакет Диана ханым сізге. Саған жұмка дәде, ол жалы болдыңыз. Ақтөре алып кетіңіз енді өзіңіз. Бұл маған ба? Орамал, рахмет үлкен Сымбат ханым, алдым сыйлығыңызды. Не машина чехол ма? Көрпе жастық қой. Саған, Сымбат ханым деген кім еді? Симама дейді, Сима деген кім? Стучим? Сима емес шығар. Хат жоқ па? Хат жоқ. Мынау енді шыны керек, бүгін мамам туған күні ғой, құттықтай салайыншы кез. Негізі Диана ханым өзім дайындағаным бар. Ортаға шыққан кезде. Анашым бүгін келіп жеткен жеке мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қазір сізге қарап отырыңыз, шаға кетпеңіз. Папым да үйде болсын, мал жан сосын қарап аласыздар. Сымбатқа көп рахмет, Алла разы болсын, аман болыңыз. Не деген сондай бір өте жауапкершілігі мол жанкүйер көрермен құтты болсын. Ал ортада бізде Меруерт бәлкім шымылдық ташатын сәт келіп жеткен шығар. Дайынсыз ба? Ал сіз, Нұрғазы мырза, ал шымылдық ашылсын. Қош көрдік. Рахмет мені таңдап келгеніңізге. Ал енді реакция зерттегіш мырзалар мен ханымдар. Мен мына жақтан маған артпен қарағаннан кейін аса қатты байқамадым. Кім көрді? Меруерттің шымылдық ашылғандағы күйі қандай болды? Әдеттегідей? Диана ханым, саламатсыз ба? Негізі андай шымылдық ашылған кезде қарайсың енді кім қалай қарайды екен деп. Енді Меруертте андай болған сияқты деген сияқты жалпы сондай или действительно бағана мына жерде көп қатысушылар айтып жатқандағыдай әлі дайын емес шыны керек. Просто көңілі үшін мына жерде үміткер келіп тұрғаннан кейін амал жоғынан 50/50 дайынмын деген сияқты. Ішкі дүниесінде басқа әңгіме болып жатыр. Шыға сап құттықтаған ол шынайы құттықтадым деп жатыр ғой енді Ақтөренің анасын. Шынайы құттықтаған шығар. Бұл да бір знак сияқты да Ақтөрге, алло, мен мына жақтамын, әлі күнге дейін әлі сенде шанс бар деген сияқты. Екеуіңді екі жақтан жіберген жоқсыңдар, білмеймін неге олай өтірік істеп жатқан нәрселерің вообще түсініксіз болып. Дария ханым, менің ойымша Меруерт әр жігіттен Ақтөренің качествосын іздейтін сияқты. Енді былай қарасаң жоқ, шыны керек, жаңа сен түрінен көрініп тұрды. Реакцияңды көрдік қой расында да. Бірақ ренжімеңіз, Нұрғазы мырза. Бірақ мүлдем ұнамаған сияқты. Ренжитін сөйлеп жатырмын ғой. Ренжитін қыз емессің ғой, дұрыс па жігіт? Давай одан көңіл күй түсірмей қойық. Менің жаңа хип-хоп дедің ба, менің де досым бар, тойға барса да сол биді билейді, қайда барсаң да сол биді билейді. Бір көрсетіп жіберсем, кім екен өздеріңіз табыңыздар, бір сәл музыка, бір той өлең бола ма?
Сіз өзіңіз билейсіз бе? Жоқ, мен көрсетейін деп тұрмын да, тойға барса да, неге барса да сол би билейді да, сол жігітпен жарысасың сен. Ал, жарайды, көрейік. Осылай әуенге осылай билеу бар ма не? Міне, Дианахан тойға барып бір билеп жүресің, бір тойский билейін, қасыңа кеп болады да. Айналайын, үлкен кісілер қарап тұр ғой десең. Ой, не қыласың олар? Қой ондайым тойда. Биле аласың ба өстіп? Бірақ енді ерекшеген би бар ғой. Өлтіреді, қазір сендер екеуің жарысасыңдар, көріңдер. Сіз жарыстырайын деп жатырсыз ба? Жарыстырайын деп тұрмын. Сен бірінші билейсің, одан Хамо билейді. Өйткені Хамоның біраз болды. Сіз Меруерттің үміткерін не үшін біреумен жарыстырасыз? Біреу емес қой, Дианахан, досым ғой. Жоқ, бұл жерде авторы, былай ғой бұл жерде әңгіме. Әдемі күшті, қалжың күшті кетіп отыр негізше. Хамо қазір бірмен. Дұрыс айтасыз, Дианахан. Енді кім Ақтөрен маусым қатысушысына үміткер жігіт қой. Алдында бір өзіңіз би сұрадыңыз. Дұрыс қой. Енді мынау жігіт те биші екен. Енді екеуі жарысса дұрысырақ болатын сияқты, негізі Хамо емес. Жоқ, Дианахан, былай ғой, Меруерт ыңғайсыз болар, ят болар, өйтіп не істемей қойық. Мен үшін қос досым, шын айтайын. Хамо, келіңіз шабықтар. Көңіл-күй біраз болды. Хамо, шықпаймын дейді сіздің атыңыздан. Жалпы, былай, шығып, би жарысы, мен мына жерде ондай жаста өтіп кеткем, серьезно өтіп кеткем қазір. Және де жас баланы жаңа сағын сындырмай қойын. Енді жаңа Ақтөре сен көрсетіп жатқан ол бір мақтағаның ба, даттағаның ба түсінбедім, бірақ мен тойда музыкаға қарап билеймін, жалпы ондай. Дианахан, досым ренжіп қалды маған. Негізі сен ренжіп қалдың, негізі мен ренжімеймін. Былай айтайын, сен көңіл күйін көтерейін дегем, сен всегда позитиве дегенің ғой, мен просто күшті билейсің сен. Рахмет. Мойындағансың ғой, оны білесің ғой. Кешірім сұраймын, егер ренжіп қалсаң. Ренжімеймін осы. Басқа әңгіме айтайықшы. Басқа әңгіме айтайық, Зухра ханым. Негізі жаңағы Ақтөре туралы айтып жатыр ғой, менің ойымша да дұрыс емес сияқты, реакция туралы да бір айта кетейінші, осы реакция деп. Менің ойымша Меруерттің реакциясы спокойный болды. Ол дегеніміз жоқ, бұл жігіт маған ұнамайды деген сияқты реакция болған жоқ. Нұрғазының үйтіп сағын сындырмайық, үміттеніп келген жігіт. Наоборот, давайте сделаем былайынан. Меруертпен осы жігіт қосылып кетсін да, Ақтөре саусағын бармағын тістеп қалсын осы жерде. Давайте солай екеуін қосайық. Екеуін қоса дейді, саусақ пен бармақты бірге тістейсіз. Сұрақ қой. Дианахан, мынандай ғой. Ізбасар мырза. Айта салайыншы, реакциясы негізінде қатты керемет болды. О, боже, мама, он такой смешной деген сияқты болды. Ол да бәрі по-любому. Бірақ жігіт әп-әдемі-ақ негізінде. Одан бірақ Нұрғаз саған сұрақ қойын дедім, сен осы отношениям бар ғой. Несін білдің да, осы тоқтағанда бір 2-ақ күн болды. Бұл екеуінің ортасында сезім болған сырттай біліп жүрсің. Енді өзің қандай бір уверенностьпен келдің да, осы ұмыттыға келіп отырмын жалпы. Жаулап алам деп ойладың ба, әлде болмаса осындай ситуацияға түсетінін білдің ба? Сабыр. Осындай ситуацияға түсетінін білдің бе? Өйткені екі ара әлі. Жоқ, мен жаулап алуға келдім, дейді Ақтөрден ұмыттыға келіп отырмын. Мен сұрақ қоя кетейінші. Жалпы Нұрғаз қош келіп отырсың. Мына жақта менде мынандай сұрақ туындап отыр. Енді жаңағыдай өзің хоббиң жаңа би деп жатсың, хип-хоп. Енді мынау шаш үлгісі сол би өнеріңе байланысты ма, әлде шашың туылғалы осындай сары ма? Жоқ, негізінде оған туылғалы сары емес, негізінде мен көрейін дедім. Жаңадан неге көрмеске деп. Эксперимент. Әрқашан жалпы өз өміріңде өзгерістерді қалап тұрасың ба? Өзгеріс қалап тұрамын жалпы негізі. Жалпы саған Меруерт қалай шашын бояған жігіт ұнай ма? Негізі ұнамайды. Негізі ұнамайды. Негізі ұнамайды. Ұнамайды. Егер де Меруерт саған шашын қайттан өзіңнің шашыңа боя десе бояйсың ба? Нұрсұлтан? Жоқ, негізі мына жерде қатысушылар біреуі біресе ұнамай қалды дейді, біреуі бір әр жеріне тиісіп жатыр да үміткерді. Неге түсіріп жатсыңдар деймін да. Осынша халықтың алдына Меруерт таңдап келгеннен кейін біз наоборот қуанып кішкене қолдау көрсетейік, что бір нормальный бір отношение шығып кететін шығар деп ойлаймын. Сол себепті енді жаңағындай өзіңіз бір әуесқой бишімін дедіңіз ғой, би көрсете аласыз ба, егер біз музыка қойсақ? Сізге қандай бір жанрдағы музыка? Жоқ, бұл жерде көрсетпей қойсам бола ма? Келесі жолы, егер таныстық жалғасса, келісіп алайық. Прическа жағынан айтатын болсақ, менің ойымша, наоборот, мен ұнатамын осындай новшество. Бексұлтанға айтсаңшы, бояп алсын. Жоқ, ол Бексұлтаннен точно нетпейді. Мен просто адамдардың осындай бір креативныйлығын, заманауи креатив, ол не обязательно Бексұлтан сондай болу керек деген емес. Наоборот, ол адамның бір идеясы бар, жаңа өзгешелікті қалай. Адам солайынан көру керек барлығын деп ойлаймын. Ода тұрған еш нәрсе жоқ, өзіне әдем жарасып тұр. Жігіт симпатичный, сымбатты, бойы ұзын, прям Меруертке күшті жарасып тұр. Маған наоборот ұнап жатыр осы екі союз. Сізге ұнап отырғанына мен ризамын, бірақ енді мына жаққа қатты ұнамай жатыр ғой. Соған кішкене мен қынжылып қапа болып отырмын.
Жоқ, Диана ханым, жаңа ғана көріп жатырмын ғой, шымылдықтан ашылған жаңа ғана сөйлесіп, солайынан көру керек деп ойлаймын. Диана ханым, сұрақ қоя кетейінші, негізі Меруертке бірінші сұрақ, сен көп ұмыт қалдың да, соңғы арақатынас Ақтөреге дейін қашан аяқталды? 1,5 жыл бұрын. 1,5 жыл бұрын, иә. Жақсы, мынандай мәселеде сіздікі 2 жыл бұрын, иә? 3 жыл бұрын. Негізі әр адам былай болады да, әр кезеңнің бір уақыт аралығының. Сен ол кезде 23-те болдың, дұрыс па? 23 жасында саған бір типаж ұнайды, бірақ 25 жаста ол типаж мүлдем өзгереді. Бірақ та Меруерт, мен білмеймін, сенде неге? Сенде типаж сол беті қалып қойған, ешқандай бір өзгеріс жоқ. Енді сізге сұрақ, Нұрғазы. Сізде, например, 22 жасыңызда жақсы көрдіңіз ғой? Белгілі бір талаптар қойдыңыз қыз баласына. Бірақ сіз қазір 25-тесіз. Талаптар өзгерді ме? Сіз қазір қандай қызды іздейсіз? Бойында қандай қасиеттер болу керек? Бойында негізінде алдамайтын. Сіз қатты, кажется, травма алып қалдыңыз өткен арақатынастан. Құпия болмаса, басқа жігіт алып қашты ма? Сізге көзіңізге шөп салды ма? Не болды? Шөп емес, алып қашып кетті негізінде. Шөп емес. Бір түрлі естіле деген, шөп емес. Алып қашты. Ол кісі сол жақта қалам деп шешті неге. Ал демек, қалам деп шешсе, мүмкін екеуі таныс болған шығар оған дейін. Ол жағын білмедім жалпы негізінде. Ал сіздер қанша уақыт бойы бірге болдыңыздар? 18 жасымнан бері. Саған. Мен сондай жағдайларды түсінбеймін. Қалайша қыз ұзақ уақыт бірге азаматпен кездесіп жүреді, үлкен махаббат болады да, екі ортада бір үшінші адам пайда болады да, барлығын бұзып, оның үстіне қыз сол жерде қалып қояды. Кішкене бір, бұл жерде бір гәп бар. Сонда сіздер, получается, бірнеше жыл жүргесіздер ғой, дұрыс па? Иә. Бұл жерге мен сізге сұрақ қояйын дегенім, ол қызды точно ұмыттым деген ойдасыз ба? 3 жыл өтті. Егер де Меруерттің қолынан келіп жатса, ұмыттыруға, мен ұмытуға келіп. Бір-біріне сай дейсіздер ғой, өте. Диана ханым, бұл енді бір кішкене. Әле травмаңыздың қалуы бар ғой, травмаңыздың қалуы былай алдамаса болды деп жатсыз ғой енді, сол, мне кажется, о чем-то говорит. Жүрегіңізде бәрібірде жара бар сияқты. Әлі. Енді бізде 18 жастағы психологтар бар, 30 жастағы психологтар бар, әртүрлі қазір диагноздар айтылады, сіз соған барлығына дайын болыңыз. Негізі бұл жауап бір ауыр жауап болды. Ара қатынас біткеніне қаншама уақыт өтті ғой негізі. Меруерт ұмыттыра алса деген сияқты, ол енді білмеймін, ол қанша уақыт аралығында ұмытпаған адам жүрегінде мәңгі бір сақталып қалатын сияқты. Менің өзімнің бір басыма мәселем бар дейсіз ғой, ұмыту керек адамым. Мына жақта тағы біреуді ұмыттыру керек деп. Диана ханым, мынандай нәрсе бар да, енді жаралы жүрек жігіт екен, жаралы жүректер алыстан жаралы жүрек қызы да көріп тұрған ғой енді. Сол үшін мен ойлаймын, бір-бірінен ортақ әңгімеде болатын сияқты. Сол үшін Меруерт шынымен бағана айтып жатыр ғой, енді ғана ашылды. Танысып көрге жаңа Зухра айтқанда келсем, прям сырт көзге әдемі. Негізінде былай, егер сыртқы келбеттеріңізді алатын болсақ, өте бір үйлесімді, жарасымды жұп, сіздер бойларыңыз да, ойларыңыз да бір жерден шығады деп ойлаймыз. Диана ханым, осы жерде мен Индира ханымға сұрақ қойып кетсем, алдында осы Сіз сұрақ қойыңыз, бірақ жылатпаңызшы. Жылатпай қойын ба? Жарайды. Алдында айтты ғой, енді тұрмыстағылар 3 жыл күту керек әйел деп, иә? Енді егерде Индира ханым, бойдақтар, например, ажырасқаннан кейін олар бір-бірін күту керек па? Өйткені Меруертке бұл тікелей сұрақ қой енді. Екеуі айырылысты, стоит па күтуге или не стоит? Ақтөре біреумен жұп болғанға дейін таныстық бастамай күту керек бересіз ғой. Меруерт тұрмысқа шықпаған қыз, мен сол үшін ойлаймын, тұрмысқа шықпаған қыз асығу керек деп ойлаймын. Сол үшін әрине күтудің қажеті жоқ. Күтпейтін болдық. Асеке. Диана ханым, Нұрғазы мырзаға сұрақ қойып кетейін. Қызға келген кезде қаншалықты көңіл бөліс, өйткені Меруерт ханымға звондап тұру керек, WhatsApp жазбау керек, WhatsApp-тан звондау керек, жиі кездесуге жиі шақыру керек, сол жағынан. Ол жалпы Меруертке емес, барша әйел затына керек дүниелер сияқты негізінде. Қаншалықты сондай бір әрекеттерге, қадамдарға жақынсыз? Толық жалпы негізінде. Көңіл бөлуге, уақыт бөлуге. Жалпы негізі бос уақытыңыз қаншалықты сізде бар? Арасы сағат менде таңертең жұмыс жасаймын, кешке жақын қолым бос болады негізінде. Әдеттегіде, яғни таңертеңгі уақыттан кешке дейін жұмыс, одан кейін қолы бос. Қатты қызғаншақсыз ба, немесе свободно ара қатынасты жақсы көресіз бе, андай бір болады ғой, личный границадан өтіп кетпеу деген сияқты, телефон қарау деген нәрселер, сондай нәрселерге қалай қарайсыз? Главное, бір-бірін сенсе болды емес адамдар. Сенсе болды. Мысалға, мен телефонды алып тексеру деген нәрсе сізде болмайды мысалға, Жоқ. Болмайды. Диана ханым, осы орайда сұрақ қоя салайын. Сіздің өміріңіздегі ең романтикалық поступок сіз жасаған қыз үшін, және де Меруерт сен үшін жасаған ең романтикалық әрекет, іс-әрекет. Бірінші сіз жауап беріңіз.
қалай дейсіз, түсінбедім. Сіз өміріңізде қызға ең сондай бір романтический момент болады ғой, қандай сондай бір есте қаларлық сюрприз жасадыңыз? 101 роза. 101 раушан гүлі дейді. 101 гүлмен, гүлмен. Меруерт, сіз сұрақ маған қойылған болатын негізі осы басында келген кезде. Маған жасалған ба? Иә? Маған жасалған бір анау айтқандай бір керемет нәрсе жоқ, сол гүл шоқтары сондай. Бірақ өткен жолы сіз естеріңізде ме Ақтөреге сағат сыйладыңыз да, ырым бойынша сағат айырылысуға алып келеді, бірақ мен ырымға сенбеймін дедіңізде, көп ұзамай ертесінде екіге айырылдым. Диана ханым, мен айттым ғой, өлең арнадым ғой мен. Содан кейін ертесін отқан кезде айттым ғой, кешегі өлең ноталары, өлең айтқаным, бұл сол қоштасудың бір әдемі нүктесі болса екен деген сияқты. Мен сағат сыйлаған кезде мен білгем, что біздің ара қатынас тоқтайтын. Демек сіз білдіңіз алдын ала. Енді түсінікті болды. Сырласу бөлмесіне барасыз ба, Меруерт? Иә, барайық. Нұрғазы мырза, сіздерді шығарып салайық. Әдемі әңгіме дүкен болсын. Асықпай отырып сырласыңыздар.